Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге йогурт пен пирог жасайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті 2 жұмыртқа, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. 1 стакан қант, ол 200 грамм. Массамыз осыдан 2 есе үлкейгенше жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның түсі де әппақ болып өзгереді. Араластырып алған соң 300 мг жаңағыдай кефирімізді құямыз. Тағы кішкене миксерлеп аламыз. Кефир менде Foodmaster'дікі, осындай құлпынайдікі. Ванилинімізді және де разрыхитель қосамыз. 18 грамм разрыхитель салып жақсылап араластырып аламыз. Негізі осы разрыхительді ұнға араластырып алсаңыздар да болады. Мен осы методты пайдаланады екенмін. Ұннан бұл жерде 200-210 граммда кетеді. Аз-аздан салып араластырып алыңыздар. Қатты қою болмасын массамыз. Астынан осылай үстіне қарай жақсылап араластырып аламыз. Сосын достар, естеріңізде болсын, бұны суық духовкаға салып пісіреміз, яғни духовкамызды заранее қыздырып қоюдың қажеті жоқ. 160 градуста піседі, яғни градусын қатты жоғары қойып тастамаңыздар, күйіп кетеді. 160 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Піскен піспегенін жаңағындай таяқша арқылы тексеріп отырыңыздар. 210-220 граммдай ұн кетеді. Міне осындай қою масса шығу қажет, қатты сұйықта емес, қою. Сосын табамыздың астын сливочный маймен немесе кәдімгі сұйық маймен майласаңыздар болады. Майлап пирогымызды осыған құямыз и пісіреміз достар. Бұл пирог өте дәмді және ешқандай пропитканы қажет етпейді. Жаңағыдай сухой болып шықпайды, өзі де бір влажный болып тұрады, өте керемет. Ортасына крем жағып, даже торт жасап жіберсеңіз де болады, және де оңай жасалынатын пирогтардың бірі. Міне достар, пирогымыз дайын, қараңыздар, уже піскен. Осылай тексеріп алсаңыздар болады, яғни таяқшамыз сухой болып шығуы қажет. Ал кесіп көрейік. Несінен қалыптан толық суығаннан кейін ғана ажыратыңыздар, әйтпесе жан-жағы жабысып қалады. Бетін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Шоколадный глазур, мен осындай не септім, сахарный пудра деген сияқты, немесе сгущенка және орехтармен әртүрлі, яғни өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп жеуге болады. Өте дәмді болады пирогтардың бірі, өзіме қатты ұнады. Осы рецепті пайдаланып жасап көріңіздер достар, сіздерге де міндетті түрде ұнайды.